Әй, болашақ жар, аяулы ана, бақыттың кілтін сұрасаң, құлақ сал. Күйеуіңнің көзінше үнемі әсем кейін, ол үшін ғана хош естенуді әдетке айналдыр. Әрдайым күйеуіңнің сүйікті тамағын дайындауға тырыс. Оның ұйықтайтын уақыты мен тамақ ішетін уақытына сақ бол. Оның кемшіліктерін басқа ортада жасыр. Ол үйге қуанып келсе, қамығып қарсы алма. Ал қамығып келсе, қабағы ашылғанша қарайлап сөйлес. Қанша дүние тауып келсе де, шүкіршілік етуші бол. Босағаның беріктігі қанағаттан бастау болады. Үйден шықсаң, оның рұқсатын ал, немесе оған ескерт. Сенің сұлулығыңды көруге ең лайықты адам күйеуің болғандықтан, көшеде ашық киінуден өзіңді тый. Күйеуіңді разы ететін амал саған құлшылық болып жазылатынын естен шығарма. Ол сені шақырса, қазанның басында тұрсаң да бас тартпауың керек. Ол үйде жоқ кезде дүние мүлкіне аманат деп қара. Үйге қонақ шақыратын болсаң, еріңмен кеңес. Күйеуін орынсыз ренжіткен әйел, оны разы етпейінше, Алла ол әйелден разы болмайды. Араларыңдағы сырды сақта. Әр алыптың артында әйел тұрады деген бабалар. Ол бар тапқаным бала шағама бұйырса деп жүргенін ұмытпа. Балаларыңның көзінше әкесін құрметтеп, өзі жоқта тек жақсы қасиеттерін айт. Күйеуін тыңдатқысы келген әйел, оның айтқанын істесін деген. Мен ешқашан сенен жақсылық көрген емеспін деп айтушы болма. Еркек үйіне асықса, әйелінің жақсы адам екенін білеміз. Ерінің қабағына қараған әйел Алланың назарына ілінеді. Аллах елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Егер әйел 5 уақыт намазын оқса, Рамазандағы оразасын ұстап, намысын қорғап, күйеуіне бағынатын болса, жәннатқа қалаған есігінен кіреді деп айтты.